Assalamu alaikum dostlar. Bugün 25 aprel. Park arқылы өтіп баратып сіздерге bir обзор қылып берейін дедім. Навай парк. Бұл парк 1 майда ішке келеді деп айтқан Жанар Ақаев. Қазір бұл жерде аябай іш қызу жүріп отыр. Қараңыздар. Бұл жерде бүт кафельдерді, брусчаткаларды орнатып, бүт ұсталар істеп отыр. Ақбұра дариябызда Құдайым бұйырса аяқ соным болып. Онда кеңейіп қалды, Құда қалса бұл жер. Ақбұра дарияда бая өткенде айттым ғой. Өрдөктөр, қаз өрдөктөр, мындай чүрөктөр сүзіп жүрген. Шундай бір жер болады да, чүрөк десе тура емес үшін албағыла. Чүрөк бұл өрдөктің бір түрі. Аябай соным болып қалады, Құда қаласа. Ушул дарияны бойлап шундай bir тротуар құрғаны аябай соным болды шынымен. Burada бұл тротуарлар могу жақта жоқ болчу да. Бұл жақта чайханалар бар эле. Азыр монтип бұл жер аябай сонун, шапата, салқын, жер болып қалды. Şu 1 майда ішке кірет. Қаншалық деңгейде өзгөрөт бұл жер көрөбүз. Олуттуу өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү? Курулуштар кандай болот? Аттракциондор кандай болот? Азырынча бир нерсе деш кыйын. Айтор, азыр бул паркта иш кызуу жүрүп атат. Шаардын борборунда жайгашкан үчүн аябай поток чоң бул жердечи. Адамдар жумушуна дагы, үйүнө ушул жерди басып өтөт да көпчүлүк шаардыктар. Эс алуучулар менен бириккенде аябай көп поток бар бул жердечи. Агым аябай чоң. Мына жерде теннис ойношуп атат. Бул мурунку эле ордунда теннис. Мурда деле ушул жерде болчу теннис. Во-первых, темно, во-вторых, полиция. Так. Бұл жерге гүл егілет ошет, мында жашыл. Burada бұл жерлерде майда чүйде аттракциондар бар эле. Бұл жерге да аттракцион. Şu 1 майда Құдайым бұйырса келгиле бұл жерге. Açılışı olur ушул парктынчы. Жакшы болот деп ойлойм. Комментарий жазып, ой пикир калтырып кетиңиздер. Катталып коюңуздар, подписка таштап коюңуздар, лайк басып коюңуздар, бөлүшүп коюңуздар. Шахмат ойнап тургандар мына могу жака жүрүптүр. Мынакей. Мына ушул жерге келип шахмат сүйүүчүлөр шахмат ойнаса болот. Бұл жерде Палван сарайдың орды бұл жерге дарақтар егіліптір. Шул жер Палван сарай болчу, бұл жер жабық болчу burada. Азыр болса ачылып жакшынака болуп калды. Сол достор. Ушундай жаңылыктар ошто азырынча.